Жамбыл облысы Шу ауданы білім бөліміне қарасты номер 18-ші Мұхтар Әуезов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып бірлестігінің жұмысын тамашалаңыздар. Қамырашы, бірақ жемісі тәтті деп айтқандай, бірінші ұстазымыз Аристотель, білім мен өнер үнемі біздің болашағымыздың бірден-бір кепілі. Бүгін біз бастауыш сынып бірлестік жетістіктерін және де бастауыш сынып бірлестігінің жұмыстарымен танысатын боламыз. Қабылбек және 3-ші А сынып оқушысымын. Мен ән айтқанды жақсы көремін. Байқауға қатысамын. Бала дауысына байқауына қатысып 3-ші орын алдым. Өскенде әнші болғым келеді. Мен Руслан Адя 2-ші А сыныпта оқимын. Ән би өнерін жақсы көремін. Өскенде ата-анамның, ұстазымның мақтанышы болғым келеді. Ән айтып, би билеп, қатысып жүрмін. 2-ші орын дипломмен марапатталдым. 3-ші А сынып оқушысымын. Мәнерлеп оқу үйірмесіне қатысамын. Облыстық көркемсөз байқауларына қатысып, Ыбырай Алтынсариннің өлеңдерін жатқа айтып, 3-ші орын иелендім. Өскенде еліме қызмет ететін азамат болғым келеді. Мен Рахмаевның 4-ші сынып оқушысымын. Мәнерлеп оқуды жақсы көремін. Аудандық жыр алыбы Жамбыл тақырыбында өткен көркемсөз байқауында 1-ші орынды иелендім. Бастаушым бастамам, мені алға бастаған дегендей, барлық білім нәрі осы бастауыштан басталады. Оқушылар бастауыштан бастап көркем сөзге, өнерге, биге дағдыланса, олар өскенде де сол өнерлерін ары қарай жалғастырып кетеді деген үміттеміз. Барлық білім нәрді, барлық өнерді осы бастауышта оқушылардың бойына сіңіруге адал еңбек етіп жатырмыз. Мен нөмір 18-ші Мұхтар Әуезов атындағы орта мектебінің педагог психологы Темірбек Ошайқұл Батырханова боламын. Мына мектебімізде психолог Ажайып әлемі тақырыбында курс ұйымдастырылған. Бұл курста бастауыш сынып оқушыларымен ойындар, тренингтер, құн терапиясы, арт терапия өткізіліп, міне қызығы. Хиуаз Доспанова жайлы айтқан екен. Хиуаз Доспанова деген кім екенін білеміз бе балалар? Ұшқыш. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Отан соғысының батыры Хиуаз Доспанова ұшқыш болған кісі екен. Сол кісінің ерлігі жайлы біз бүгін қазір сабақта естіп жатырмыз. Қазір оқу дәптеріңе әркім өзінің қиялындағы ұшу құралдарының суретін негізінде бізге салып етті. Қазір сол дәптерімізді ашамыз, өз қиялымыздағы суретті алдына қойып. Міне, сен сары нұман шықты. Енді осыған 2-ші сынып деген атау. Енді сен жасады. Тышқанның оң жақ батырмасы қайсы? Тышқанның оң жақ батырмасы басшы. Бас. Аха. Мына жаққа кел. Тышқанның оң жақ батырмасы бас. Жаңа. Енді осының ішінен қазір. Қалта. Енді мынаған атауымыз 2-ші сынып. Жаз. 2-ші сынып деп. Енді сен. Анда. Оң жақ батырмасы бас.